Осы арқылы жаратқан Жаббар өзін таныту үшін біздерге осы алдағы аяттарда 10 дәлел келтіреді. Біздерге 10 жаратылысты Аллах Тағала сипаттап қатар-қатар айтып баяндап береді. Бұл жаратылыстардың ішінде ең бірінші жаратылыс ол әс-халақас самауат. Аятқа қараңыз. Аллах ол сондай дейді. Не істеді Аллах Тағала? Халақа жаратты. Нені? Әс-самауат, аспанды жаратты. Ол бірінші ақиқат дәлел біздерге. Одан кейін уайл ард дейді. Сосын жерді жаратты. Осы бір мен екінші ақиқатта. Тоқтайықшы осы екеуіне. 10 дәлел келтіреді, 10 ақиқат келтіреді дедім. Соның екеуі осы көк пен жердің жаратылысы. Жаратқан Жаббар жалпы Құранда сіздермен бұған дейінгі дәрістерде көрген боласыздар. Құранда осындай жер мен көкті жаратқандығы туралы не үшін көп айтады? Не үшін жаратқан Жаббар осындай нәрсені көп қозғай береді? Көк пен жерді жаратқан көрмейсің бе, зер салмайсың ба, қарамайсың ба, ақыл жүгіртпейсің ба деп. Өйткені оны одан басқа ешкім жасалмайды да. Ешкім жарата алмайды көк пен жерді. Оның бәсекелесі жоқ мұндай жаратуда. Ешкім оның құдіретіне тең келмейді да. Аллах Тағала бұл тұрғыда абсолютті да, жер мен көкті жаратуда оның құдіретіне тең келетін ешкім жоқ. Бұл жер мен көк теңдессіз жаратылыс. Оның еш жерде баламасы жоқ деген сөз. Сондықтан Аллах Тағала сол нәрсені жаратқаннан кейін, баламасы жоқ нәрсені жаратқаннан кейін Аллах сол нәрсені бізге зер салыңдар деп айта береді. Осындай да адамның санасына құю үшін осы аспан мен жердің жаратылысында ар жағында бір құдірет иесі бар екенін адамның санасына құю үшін қайта-қайта ескереді да. Сенен де құдіретті Раббың бар, мына сен басып жүрген аяғының астындағы жер мен төбеңдегі көк, яғни аспан әлемі сен үшін берілген деген сияқты. Осылардың қадірін біл, мұндай жаратылыстың арғы жағында Аллахтың құдіретімен сондай бірге мейірімділігі жатыр, құдіретімен бірге. Осы екі сипаты бар бұндай жаратылыстың арғы жағында деген секілді үндеулер жатыр. Осындай мақсатта айтады. Қайта-қайта ескере берді Құранда көк пен жердің жаратылысын. Ақыры сен бұларды өздігінен жарата алмайсың, көк пен жерді. Онда жаратушыға бойсынасың. Өйткені сенің қолына ондай жаратылыс келмейді. Сенде басқа жол жоқ. Бұл жаратылысқа зер салып ақыл жүгіртпестен басқа сенде орысша айтқанда вариант жоқ. Осындай көк пен жерді көргенде әрдайым Құдайдың құдіретін сезіне білу керекпіз біз, құрметті жамағат. Көкті көрдің бе, аспанды көрдің бе, аяғың астында жерді көрдің бе? Демек, осы екі нәрсені көрген кезде біз міндетті түрде Аллахты әрдайым есімізге алуымыз керек та. Өйткені мына көк пен жердің жаратылысы бізге әрдайым санамызға Құдайды еске салып отыру керек та. Сол үшін Аллах Тағала Құранда аспан мен жердің жаратылысына өте көп тоқтайды, өте көп мән береді. Ол бекерде ме? Бекер емес. Мысалы, түсінікті болу үшін айтып кетейінші өмірден. Мысалы, Мерседес автокөлігі бар, иә? BMW автокөлігі бар. Жалпыға ортақ түсініктегі машиналар ғой енді. Мерседес, BMW деген көлікті мысалы біз айтатын болсақ, дереу басымызға, ойымызға не келеді? Есімізге немістер түседі, Еуропадағы немістердің шығарған көлігі деп білеміз. BMW, Мерседес. Сол сияқты бұдан басқа қандай мысал бар? Мысалы, Бурдж Халифа деген бар. Бурдж Халифа деген ол әлемдегі ең ұзын ғимарат, иә? Ол қайда орналасқан? Дубайда. Оны бәрі біледі. Демек, Бурдж Халифа десек, Дубайдағы көп қабатты сондай зәулім ғимарат есімізге түседі. Себебі олар өздерінің осындай өнімдерін әлемге паш еткен да. Немістер болсын, дубайлықтар болсын. Олар осылай әлемге паш етіп, олай осындай өнімдерін, осындай салған амал әрекеттерін жұртқа паш етіп көрсетті де, бәрі таныды оны, бәрі біледі оны қазір. Бұлар әлемдік бренд саналады. Енді сол сияқты көктер мен жерге қарағанда біздің де есімізге бірден Аллах түсу керек та. Мына көк пен жер, астымыздағы жер мен көк, ол Аллахтың жаратылыс бренді біз үшін. Өйткені мұндай жаратылыс тек Аллахқа ғана тиесілі, бұны ешкім жарата алмайды басқа. Көк пен жерге қараған кезде міндетті түрде сенің басыңа ассоциация Аллах түсу керек та, Құдай түсу керек. Құдірет иесі екенін білу керексің. Осы көк пен жер саған Аллахты еске түсіру керек. Сол үшін қайта-қайта ескеріп айтады Құранда.